Көркем еңбек сабағы бойынша жемістер мен көкөністердің пішінін зерттейміз балалар бүгін. Тағам және сусын бөлімі бойынша. Жемістер. Балалар, жемістерде бізде қандай дәрумендерді аламыз? Жемістерді қалай пайдаланған жөн? Адамның денсаулығына қандай пайдасы бар екенін сендер білесіңдер. Балалар, біз бұны басқа да сабақтардан өтіп жатырмыз. Балалар, енді бізге шығармашылық жұмыс үшін түрлі түсті бояулар, түрлі түсті қаламдар және тағы да басқа көкөністер мен жемістер керек. Біз осыны пайдалана отырып шығармашылық жұмысымызды бастайық. Ол үшін балалар, бояуды дайындап алып, көкөністі немесе жемісті ортасынан бөліп, бояуға батырып, сурет дәптерімізге басайық. Сонда бізде әдемі суреттер пайда болады. Тағы да балдар, бұндай жеміс көкөністер болмаған жағдайда сендер екінші тапсырманы орындасаңдар болады. Яғни көкөніс пен жемістердің суретін салыңдар. Үйге тапсырма балалар, осы екі тапсырманың бірін орындаңдар.